Қайырлы күн балалар. Бүгінгі сабағымыз сөз және оның мағынасы деп аталады. Дидар ұқыпты бала деген мәтінмен танысамыз. Сіздер осы сабақта оқу түрлерін, буындап оқу, тұтас оқу, мәнерлеп оқу, түсініп оқу дағдыларын қолданатын боласыздар. Сосын мәтіннен мәндес сөздер тауып, айтылуы бірдей болғанмен әртүрлі мағына беретін сөздерді ажыратып жалғастырасыздар солай. Және айтылуы мен жазылуы бірдей сөздерді есте сақтау арқылы жазатын боласыздар. Алдымен көңіл көтеретін бір шумақ өлең оқиық. Қол ұстасып бәріміз жылылықты сеземіз, шуақ шашқан күндей боп күлімсіреп жүреміз деп күлімсіреп сабағымызды бастайық. Алдымен Дидар ұқыпты бала деген мәтінді мен оқып берейін, сіздер менімен бірге оқып отырыңыздар. Дидар күнде ерте тұрады. Терезені ашып бөлмесінің ауасын тазартады, төсегін өзі жинайды, киімі үнемі таза болып жүреді. Дидар ұқыпты, тиянақты бала. Сонымен әңгіме кім туралы? Дидар қандай бала екен? Өте жақсы. Енді қараңыздар, мәтінде мағынасы жақын сөздер бар. Ұқыпты және тиянақты деген сөз байқадыңыздар ма? Ұқыпты, тиянақты деген екі сөз бір мағына беріп тұр. Ол ұқыпты бала қандай бала? Міне қараңыздар, суретте тұр. Ұқыпты бала алдымен тәртіпті, ата-анасын тыңдайды, үнемі шын сөз сөйлейді, ешқашан өтірік айтпайды, бір нәрсені бүлдіріп алса кешірім сұрайды. Адамгершілігі мол, үлкендерді сыйлайды, достарын сыйлайды және көмектесуге әрдайым дайын тұратын адамды ұқыпты, тиянақты дейді екен. Сіздер де ұқыпты, тиянақты баласыздар деген ойдамын. Енді мәтінді бейне жазбаны кідіріске қойып, міндетті түрде дауыстап оқып шығыңыздар. Сосын оқып болған соң сергіту сәтін жасаңыздар. Сергіп алған соң дәптерді ашып, ұқыпты, зерек деген сөздерді көркем жазамыз. Одан кейін екінші жаттығуды көшіруге дайындаламыз. Мақта өсімдік. Сен досыңды мақта. Мен мақта деген сөзді әдейі астын сызып қойдым, сіздер де сызып қойыңыздар. Енді қараңыздар, бірінші сөйлемде мақта өсімдік. Сіздер мақтаның жерде өсетін аппақ өсімдік екенін білесіздер. Ол өсімдіктің атауы болып тұр. Не деген сұраққа жауап беріп тұр. Бірінші сөйлемде мақта сөзі зат есім болып тұр, заттың атын білдіріп тұр. Ал енді сен досыңды мақта деген жерде мақта деген сөз сөйлемнің соңында тұр. Ол қимылды білдіріп тұр, бұйрық беріп тұр. Досыңды мақта деп біз мақтауға бұйрық беріп тұрмыз. Сонда бір ғана мақта деген сөз неше мағына беріп тұр? Өте жақсы, екі мағына беріп тұр. Енді қараңыздар, қой жайылып жүр. Мына жерде далада не жайылып жүргені туралы айтылып тұр. Не деген сұраққа жауап беріп тұр? Қой. Қой деген сөз. Ал енді кітапты орнына қой десем, онда сіздер апарып кітапты орнына қоясыздар, қимылдайсыздар, солай ма? Демек, бір ғана қой деген сөз екі мағына беріп тұрғанын байқадыңыздар ма? Өте жақсы. Демек, біз екінші жаттығуда айтылуы бірдей болғанмен әртүрлі мағына беретін сөздерге сөйлем құрап жатырмыз. Ал енді мына сөздердің қарсы мағыналы сыңарын тауып көріңіздер. Ұзын деген сөздің қарсы мағынасы қандай болады? Күшті деген сөзді қарама қарсы қалай айтамыз? Міне, ұзын, қысқа, күшті, әлсіз, дұрыс. Сосын үлкен, кіші, тамаша. Сіздер сөздердің қарама қарсы мағыналарын білдіретін сөздерді тауып отырсыздар, солай ма? Тамаша. Енді өздеріңіз орындайтын жаттығу. Мына жақшаның ішінде қай сөзді қоятындарыңызды өздеріңіз байқаңыздар. Бұл зерек бала ма, жоқ алғыр бала ма? Айжан әдемі қыз ба, жоқ сұлу қыз ба? Қай сөзді алсақ та сөйлемнің мағынасы өзгеріп тұрған жоқ, өйткені бұл жақшаның ішіндегі сөздер айтылуы әртүрлі болғанмен мағынасы бір болып тұр. Мағынасы жоқ сөздер тұр. Ескі кітаптарды да жыртуға болмайды десек болады, көне кітаптарды да жыртуға болмайды десек болады. Сіздер өздеріңізге ұнаған мағынасы, өздеріңізге ұнаған біреуін аласыздар. Мен алған сөздерді алу міндетті емес, өйткені мына екі сөзде бір мағынасы жоқ сөздер. Ескі, көне бір мағына беріп тұр. Әдемі, сұлу бір мағына беріп тұр.
осы өздеріңіз жаттығуды жазып болған соң мұғалімдеріңізге тексертуге жібересіздер. Сонымен бүгінгі сабақта біз мәтінді оқыдық, мәтіннен мәндес сөздерді таптық, айтылу бірдей болғанмен әртүрлі мағына беретін сөздерді ажыраттық және есте сақтау арқылы сөйлемдерді көшіріп жаздық. Сіздермен болған Гүлзина Жақсылық. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.